осы уақытта. Бірақ тас дәуірін бастамай тұрып, біздің заманымыз және біздің заманымызға дейінгі деген түсінікті түсініп алу керекпіз. Өйткені көптеген оқушылар осы жерде шатасып атады. Қай жерінде және біздің заманымыздан бұрынғы уақыт, қай жері біздің заманымыздың деген уақытымызды. Негізі бұл жәнегі біздің заманымыз және біздің заманымызға бұрынғы деген бөліну, ол Грегориан күнтізбесінен қалыптасқан. Біз қазір әлем бойынша және бүкіл әлем Грегориан күнтізбесін қолданады. Бізде Грегориан күнтізбесі бойынша 2023 жыл болып тұр, иә. Бірақ біз тарихта БЗБ дегендерді көп оқып атамыз. БЗБ дегеніміз ол біздің заманымызға дейінгі деген мағынаны білдіреді. Біздің заманымызға дейінгі деген уақыт қашан басталды? Бұл міне мына суретті көрсеңіздер, мына жерде жазылып тұр. Рождение Иисуса Христа деп тұр. Немесе Иса пайғамбардың туылған жылы. Иса 0-ші жылы туады. Осы уақыттан бастап Григориан күнтізбесі басталады. Сонда былай айтқан кезде, қазіргі уақыттан бастап неге дейін 2023 жылдан бастап Христос туғанға дейін 2023 жыл өткен екен. Бұл бәрі біздің заманымыз. Сонда біздің заманымызға 2023 жыл болды. Біздің заманымызға дейінгі уақыт, бұл мына Исаның туына дейінгі уақыттар айтамыз біз. Оның бәрі бізде жәнегі минусқа кетеді. И мысал ретінде біздің заманымыздан бұрынғы 570 жыл дейміз, иә. Томиристің өмір сүрген жылдары БЗБ 570, БЗБ 520. Сонда былай айтқан кезде, қазіргі біздің 2000 жылмен Томиристқа дейінгі 500 жылды қосқан кезде, сонда 2,5 мың жыл болып шыға келеді. Сонда былай айтсақ, Томирис осыдан бұрын ровно 2500 жыл бұрын шамамен өмір сүрген екен. 2500-2600 жыл бұрын. Сол кісі туған екен. Міне, БЗБ дегеніміз міне осы. Сіздер математикадан еще графиктар сызасыздар ғой. График сызған кезде бір жағынан плюс, бір жағынан минус деп кетіп отырады. Минус дегеніміз ол біздің заманымызға бұрынғы уақыт, плюс ол біздің заманымыздың уақыты. И мына жерде тесттарда мынандай сұрақ келетін бізде. Оқушыларды өте көп шатастыратын. Ол неолит дәуірінің хронологиялық ауқымы. Неолит дәуірінің хронологиялық ауқымы, сіздер білсеңіздер, ол 5 пен 3-ші мыңжылдықтың аралығы болып тұр. Неолит дәуірі БЗБ 5, БЗБ 3-ші мыңжылдықтардың аралығы. Бірақ бізге тесттарда мынандай сұрақ келеді. Неолит дәуірі қанша жыл бұрын болды дейді. Сонда біз қалай жауап береміз? БЗБ 5000 жыл бұрын болды деп жауап береміз ба? Әлде біз БЗБ 5000 жылға біздің заманымыздың 2000 жылын қосамыз ба? Әрине екінші вариант. Сонда 2000 жыл мен 5000 жылды бір-біріне қосқан кезде 7000 жыл шыға келеді. Сонда былай айтқан кезде неолит дәуірі осы қазіргі уақыттан бастап 7000 жыл бұрын болған екен. Көбісі осы жерден құлайтын, шатасатын. Көбісі 5000 деп ұрып жібереді, өйткені жаңағы олар просто хронологиялар ғана есінде, что БЗБ 5-ші мыңжылдықта екен. Бірақ жаңағы біз қазіргі заманнан алатын болсақ, онда біз қазіргі біздің заманымыздың уақыты мен біздің заманымыздан бұрынғы уақытты алады екенбіз. Сонда БЗБ деп келеді. Григориан күнтізбесі. Григориан күнтізбесі бізде жалпы әлемде қазіргі әлемде бірнеше күнтізбенің түрі бар. Енді основной это Григориан күнтізбесі, екіншісі ол мына арабтар қолданатын хижра күнтізбесі. Хижра күнтізбесі бойынша бізде шамамен 1401-ші жыл екен. Хижра күнтізбесі мына Мұхаммед пайғамбардың Мекке қаласынан Медина қаласына көшуінен басталады. Григориан күнтізбесі Иисус Христостың туғанынан пайда болады. Жаңағы отчет басталады. Бұл жерде түсінікті бәрі, иә? То есть біздің заманымызға дейінгі уақыт деген міне осылай. Енді дәуірлердің ауысуына келетін болсақ. Мен бағана айтып өткеттім. Әрбір дәуір ол өзінің жаңағы сол дәуірде қолданылған материалдарға байланысты дәуірлер де өзгеріп отырған. Мысал ретінде тас дәуірінде бәрі тастан жасалған, қола дәуірі кезінде адамдар қоланы игеріп, содан неше түрлі қару-жарақ, еңбекке қажетті заттарды жасай бастаған. Темір дәуір кезінде уже темір өндіріліп жатыр, и темірден тоже жаңағы адамдар еңбек құралдарын, қару-жарақтарын жасай бастаған. Сол себеппен бізде замандар өйтіп ауысып отыр. Тас дәуірі, мыс тас дәуірі, қола дәуірі, темір дәуірі деп. Енді біз тас дәуіріне келетін болсақ, жалпы тас дәуірі бізде ол тоже өзі бірнеше кезеңге бөлініп жатыр, иә? Еще бәрінің уақыттары мынандай, біреуі 2 миллион жылға созылса, біреуі 2000 жылға ғана созылып отыр. Неге десеңіздер, бұл жерде де мына қолданылып жатқан материалдардан жасалған құралдардың дамуына байланысты екен. Мысал ретінде ең алғашқы кезеңде адамдар қарапайым, иә, тастан ең қарапайым тасты сындырады да өткір жағымен бірдеңке жасайды. Жерді қазып отырады, немесе жануардың терісін сыпырып отырады. Бұл ең қарапайым құралдар.
И сол себептен бұл дәуір бізде жаңағы алдувай дәуірі осындай жаңағы қарапайым құралдардан құрылған екен. Кейін жаңағы құралдар кішкене жетілген сайын бізде дәуір де өзгеріп отыр. Мына жерде түсінікті, иә, то есть дәуірлердің ауысуы міне осы үшін. Жаңағы алдувай дәуіріне келетін болсақ, иә, палеолит дәуірі бізде өзі екіге бөлінеді: ерте палеолит және кейінгі палеолит. Еще орта палеолит деген түсінік бар, бірақ оны көп жағдайда мына ерте палеолиттің мустье деген дәуірін айтады. Ол орта палеолит деп атаймыз. Ерте палеолит ол өзі үш кезеңге бөлініп отыр: алдувей, ашель және мустье. Мына слайдқа қарасаңыздар, алдувей 2,6 миллион мен 800 мыңжылдықтардың аралығы, ашель 800 бен 140, мустье 140 бен 40 және кейінгі палеолит ол 40 бен 12 мыңжылдықтардың аралығы. Неге бұлай равномерно емес? Мынау 2 миллионға созылып отыр, мынау 500 мың жылға созылып отыр шамамен, мынау 100 мың жылға созылды, мынау 30 мың жылға созылды. Неге? Өйткені жәнегі құрал жабдықтардың дамуына байланысты болып тұр. Алдувай кезеңінде сонда получается 2 миллион жыл бойы адамдардың ата-бабалары, олар ең қарапайым құралдармен қолданған. То есть тасты екіге бөледі, жәнегі жер қазады, немесе там керекті заттарын жәнегі ағаштан бір дәнді дақылдарды алған кезде сол бұтақтарын кеседі мысал ретінде таспен, немесе жануарлардың терістерін сыпырып алады. Осындай құралдармен алдувай заманында қолданған екен. Ашель заманы кезінде бұлардың жәнегі қару-жарақтары немесе құрал жабдықтары да кішкене дами түседі. Уже қарапайым тас емес, ол тасты өңдеп, немесе бір-бірлеріне байлап, мынандай аңшылыққа арналған болыс деген қару-жарақ бар, соны ойлап табады. Мустье дәуірі кезінде уже ол жәнегі заттар одан әрі күрделене түседі. Кейінгі палеолит кезінде ең алғашқы саналы адам қалыптасады. Сөйтіп бізде міне дәуірлер өзара ауысып отыр екен. Так. Так, жалғастырайық. Енді Қазақстан жеріндегі палеолитқа келетін болсақ, жалпы Қазақстан жерінде палеолит дәуірі бойынша көптеген ескерткіштер, қоныстар, тұрақтар табылған. Олардың бәрі ашель, мустье және кейінгі палеолитке жатады екен. Алдувай бойынша бізде өкінішке орай әлі ештеңе табылған жоқ. Ешқандай қоныстар табылған жоқ алдувай дәуірінің, ешқандай тұрақтар табылған жоқ. Оған бірден бір себеп, ғалымдардың пікірінше, біздің жерімізде адамдар тек қана мына ашель дәуірінде ғана келген дейді. То есть алдувай дәуірі кезінде бізде ешқандай Қазақстан жерінде ешқандай адамдар болған жоқ. Сол себеппен олардың да біз еңбек құралдарын тауып отырған жоқпыз екен. Енді біз тұрақтар мен ескерткіштердің бәріне тоқтайық, мына жерде қысқаша ғана тоқтаймыз. Ашель дәуірінің ескерткіштеріне бізде шақпақ ата, бөрі қазған, тәңір қазған, шабақты, Құдайкөл, Жаманайбат, Қозыбай, Қазанғап және Обалы сай дегендер кіреді. Бұларды біз жаттап алу керекпіз, өйткені келіп қалу ықтималдығы бар. Қатып қалды ма дейді? Жоқ. Қатып қалған жоқ, мен, возможно, комментарийларды оқып отырмын, сіздердің мына жақта сұрақтар пайда болған шығар деп. Сұрақтарыңызды жазып қойсаңыздар болады. Енді мустье дәуірінің ескерткіштеріне келетін болсақ, Обалы сай, Мұзбел, Қанай, Қызылрыспек, Шақпақ ата және Шоқан Уәлиханов атындағы тұрақтар. Әрине, бұл тұрақтардан басқа да тұрақтар көп бізде, бірақ бізге ұбт-да келіп атқан тұрақтардың списогі міне осындай. Кейбір тұрақтар, қоныстар қайталанып отырады. Мысал ретінде ашель дәуіріне тән, мустье дәуіріне тән, кейін мына қола дәуірінде де оны көріліп жатады.
Не себеппен десеңіздер, өйткені жалпы қоныстар адамдардың өмір сүруіне ыңғайлы жерлерде жасалған. Сол себеппен адамдар енді жаңағы жылы өте қайтадан қайтып отыратын сол жерге. Мысал ретінде ең алғашқы адамдар там 1 миллион жыл бұрын сол жерде тұрып кетіп қалды. Одан кейін 800 мың жыл бұрын тағы да бір адамдар келіп қоныстанды ол жерге. Одан кейін там 500 мың жыл бұрын тағы да біреулер келді. Сол себеппен бізде бір тұрақтар бірнеше дәуірде кездесіп отыр. Өйткені олар жаңағы орналасқан жері ыңғайлы болғандықтан адамдар ол жаққа қайтып келіп отырған. И сол себеппен бізде көптеген міне осындай тұрақтар бар екен. Мустье дәуірінің ең үлкен ерекшелігі ол адамдардың отты қолдануының меңгеруі. Бұл негізі өте үлкен жаңалық болған адамдар үшін. Неге? Өйткені адамдар мына отты қолданғаннан кейін олар бұрыннан бері жеп жүрген шикі еттерін пісіре бастады. Ең алғашында адамдар былай байқайды, жанып кеткен жануарлардың еттерін жесе, вроде жұмсақ, қорытуға жеңілірек, күшті, бәрі жақсы. И сол себеппен адамдар түсіне бастайды. Оказывается, жаңағы етті отта күйдіретін болсақ, немесе пісіретін болсақ, ол ет бізге әлде қайда дәмдірек, әлде қайда жұмсағырақ, әлде қайда қорытуға жеңілірек деген. И сол себеппен жаңағы бұл үлкен мустье дәуірінің үлкен ерекшеліктерінің бірі болып есептеледі. Плюс еще адамдар жаңағы мына үңгірлер жатырды ғой, үңгірдің іші тас, суық білеміз, отты алып келгеннен кейін уже от жылытады. И кішкене жылы да кезеңдер болған. Тас дәуірі БЗБ 2,6 миллион мен 3 мың жылдық қой, слайдта 2000 деп тұрды дейді. 2000, 3000 емес, 2000. Тас дәуірдің кезең хронологиясы 2,6 миллион мен 2 мыңжылдықтың аралығы. 2 мыңжылдықта бізде не басталады? Бізде басталады қола дәуірі. 3 мыңжылдықта бізде энеолит дәуірі басталады. Оны біз қазір тоже келеміз. Енді кейінгі палеолиттің ескерткіштеріне келетін болсақ. Кейінгі палеолиттің ескерткіштері ол батпақ, қарабас, семізбұғы, бұқтырма, шульбинка, майбұлақ және ащысай. И бұл дәуірдің ең үлкен ерекшелігінің бірі ол саналы адамның қалыптасуы. Жалпы саналы адам қалыптасқаннан кейін біз бұл дәуірді бөліп отырмыз. Кейінгі палеолит дәуірі деп. Өйткені бұл уақытта саналы адам қалыптасты. Ал саналы адамдар мен жаңағы епті адамдардың айырмашылығы, немесе жаңағы тік жүретін адамдардың үлкен айырмашылықтарының бәрін біз келесі сабақта өтеміз. Келесі сабақта біз адамзаттың пайда болуы туралы тақырып қозғаймыз. Сол жерде бәрін сол кезде дұрыстап өтіп шығамыз. Ағай неге Шоқан Уәлиханов атындағы тұрақ? Енді Шоқан Уәлихановтың құрметіне қойған. Сол себеппен атауы сондай кеткен. Енді мұз дәуірінің басталуы. Жалпы палеолит дәуірі кезінде шамамен 100 мың жыл бұрын ауа райы күрт суық кетеді. Әлем бойынша ауа райы күрт суық кетті. Оның алдында әлемде өте жылы ауа райы болған. Бізде жалпы негізі ауа райы суып тұрады, жылып тұрады, ол қанша мың жылдықтың арасында. Мына 100 мың жылға дейін адамзаттың жаңағы әлем температурасы өте жоғары болған. Сол себеппен мынандай неше түрлі жануарлар бар, анау жылу сүйгіш жануарлар типа динозавр деген сақтылар болды. Олардың бәрі осы жаңағы климаттың жылуы кезінде шөптер де жақсы өседі, сол шөптердің бәрін қоректеніп, сөйтіп өмір сүрген екен. Бірақ 100 мың жыл бұрын ауа райы күрт суып кетеді. Бұның бәрін жатқа білу керек пе? Бәрін жатқа білудің қажеті жоқ. Мен сіздерге айтып тұрмын, сұрақ-жауап деген файлдар беремін, соның бәрін жаттайсыздар. Оның ішінде уже нақты сөздер бар да. Бірақ мен сіздерге слайдтың ішінде көп жағдайда нақты заттарын ғана жазып отырмын. Сол себеппен конечно, жаттасаңыздар плюс, бірақ енді бұның бәрін жаттап алуға мүмкін емес. Сол себеппен нелерді жаттаңыздар, сұрақ-жауаптар жаттаңыздар. Ағай күшті түсіндіреді екенсіз. Рахмет. Сөйтіп 100 мың жыл бұрын ауа райы күрт суып кеткеннен кейін мұз дәуірі басталады. Бірақ мұз дәуірі бүкіл әлемде мұз дәуірі болып кетпейді, именно Евразия және Солтүстік Американың аудандарында толықтай біздің жерімізді мұздықтар басып кеткен. То есть үнемі қар, үнемі мұз жатады. Ғалымдардың пікірінше мұздардың ұзындығы дейді, биіктігі 2 метрден 2 километрге дейін жеткен. Ойлаңыздаршы, 2 километрлік ледниктер. Ледник это қазақшасын ұмытып қалдым, ледниктің. Бізде географиядан өтеміз,
вот сондай үлкен жаңағы алып мұздар қатқан екен. Бұл өзгеріс негізі мына мұз дәуірі басталған өте үлкен ауыртпалыққа алып келді. Өйткені адамдар біріншіден енді жылу сүйгіш болған, жануарлар да жылу сүйгіш болған, и олардың көбі қырылып қалды. Өйткені суық, өте суық. Ал ежелгі адамдар енді мына мамонт, бизон деген сияқты жануарлар бар, жүні қалың, еті көп жануарлар, солардың бәріне аңшылыққа шыға бастайды екен. И ол аңшылыққа шыға бастағаннан кейін мына мамонттардың жойылуының бірден бір себепкері ол біздің ата бабаларымыз болып тұр. Өйткені енді ойлаңыздар, өздеріңіз, мамонттар өте үлкен жануар, оны біреуін жаңағы алып алғаннан кейін біреуін өлтіріп алсаңыздар, уже бір апта бойы, 2 апта бойы бүкіл тайпа сонымен қоректенеді мамонттың етімен. Плюс еще жүні өте көп. Яғни жүнінен қаншама адамға киім тігуге болады. Сөйтіп мамонттар мен бизондар бар, одан кейін басқа да жануарлар бар, ірі жануарлар. Солардың бәріне аңшылыққа шыға бастаған адамдар. И соның нәтижесінде қазіргі заманға дейін олар жеткен жоқ екен. Сабақ алтыда өте ме? Сабақ алтыда өтеді, иә. Енді біз келесі кезеңге өтейік. Бағана біз айтып кеттік, палеолит дәуірінің хронологиясы 2,6 миллион мен 12 мың жылдықтың аралығы деп, иә. Енді біз мезолит дәуіріне өтеміз. Палеолит дәуірі біткеннен кейін мезолит дәуірі басталды. Мезолиттің хронологиялық ауқымы біздің заманымыздан бұрынғы 12 мың жылдық пен біздің заманымыздан бұрынғы 5 мың жылдықтың аралығы. Сонда бұл дәуір 7 мың жылға созылған. Тесттарда бұл сұрақ кездеседі, мезолит дәуірі қанша уақытқа созылды деп. Мезолитті біз орта тас ғасыры деп атаймыз. Өйткені бұл дәуірде уже жаңағы мен айтып отырмын ғой бағана, иә, қару-жарақтардың, еңбек құралдарының жетілуіне байланысты біздің дәуірлерде өзгеріп отыр дейді. Мезолит дәуірі кезінде қару-жарақтар әлде қайда күрделене түскен. Себебі жалпы адамдар палеолит дәуірі кезінде адамдар көбінесе терімшілікпен айналысқан, одан кейін аңшылықпен де айналысқан. Ал мезолит дәуірі кезінде бұл уақытта суық, сол себеппен адамдар толықтай аңшылыққа көшіп кеткен. Толықтай аңшылыққа көшкендіктен олардың қару-жарақтары да, жәнегі жасалып жатқан құралдардың бәрі сол аңшылыққа бейімделген болған. Мысал ретінде, бумеранг, садақ пен жебе, гарпун, балықтарды аулайтын, мұндай басы үшкір, найза сияқты балық аулайтын тор, қайықтар да осы мезолит дәуірінде пайда болған екен. Бұл жәнегі мына айтып отқан қару-жарақтардың көбісі палеолит дәуірінде де болған, бірақ мезолит дәуірі кезінде бұл уже өзінің күрделілігімен ерекшеленіп тұр. Мына суретті қарасаңыздар, мына жерде мен көрсеткен, әрине иллюстрация, адам мен мамонттың жәнегі несі, пропорциялар, иә. Бағана айтып кеттім ғой, мамонт өте үлкен жануар, еті көп, жүні көп деп. Міне примерно осындай пропорцияларда болған. Пілдер, қазіргі пілдердің ең жақын туыстары, бірақ пілдерден бұлар әлдеқайда үлкен болған. Қазіргі пілдер кішкене кішірек болып тұр. Так, ең қызық тақырып дейді. Ең қызық тақырып әлі алдыда. Тақырыптың бәрі қызық негізі. Сөйтіп, мына орта тас ғасыры кезінде, мезолит дәуірі кезінің ең үлкен ерекшелігі ол адамдардың жәнегі аңшылықпен айналысуы болып тұр, иә. Адамдар аңшылықпен айналысқаннан кейін олардың жасалып жатқан құрал жабдықтарының бәрі де сол аңшылыққа бейімделген болған. И мезолит дәуірінің ең үлкен жаңалығы ол микролиттердің пайда болуы. Микролит дегеніміз міне мынандай ұсақ жаңқа тастар, суретте көрсетіліп тұр ғой. Өте кішкентай жәнегі тастар, ұсақ, примерно мынандай 1-2 сантиметр. Ойлаңыздаршы, бұрында мысал ретінде мынандай дәу тастардан адамдар ойып, өңдеп оны мынандай кішкентай тастарға дейін жасауға үйренген. Бұл дегеніміз адамзат үшін өте үлкен жаңалық болып тұр. И бұл жаңалық мезолит дәуірінде ашылған екен. Қазір сіздердің қолдарыңызға тас беріп қойсам, менің де қолыма тас беріп қойсақ, мысалы біз мынандай жасай алмаймыз. Өйткені адамдар бұны мың жылдап үйренген. Опыт алған сөйтіп. Бұл тастарды не үшін қолданды? Бірінші очередте мынау гарпун сияқты құрал жабдықтың үстіне, қару-жарақтың үстіне мынандай тістер ретінде қойған, чтобы жануарды, балықты аулаған кезде балықты тесіп өтетін үшін, жеңілірек болу үшін аулауға. Садақтың жебесі, наконечник бар ғой, сол ретінде қолданған. Найзаның басы ретінде қолданған. Міне осындай үлкен жаңалық болды. Ағай, орта ғасырлар басынан бастап түсірілмей ме дейді. Сразу тас дәуірі. Наоборот, бізде сразу тас дәуірі, одан кейін орта ғасырлар.
Енді біз бәрін хронологиямен келе жатырмыз. Қараңыздар, ең алғашында тас дәуірі болды, одан кейін қола дәуірі, одан кейін темір дәуірі, одан кейін орта ғасырлар заманы кетеді. Сол себеппен бәрі қатар-қатарынан уақытымен келе жатыр бәрі. Лит тас деген мағынаны, иә, микролит. Лит дегеніміз сол тас. Анау литосфераны білеміз, географиядан. Кішкентай микротас деген мағынаны білдіріп тұр. Ағай, слайдты жібересіз бе? Слайдты кураторлар жібереді. Так, жалғастырайық. Мезолит заманының өміріне келетін болсақ, жалпы адамдардың өмірі қандай болды мезолит заманы кезінде? Мезолит дәуірінің адамдары, олар толықтай аңшы болған, иә. Сол себеппен адамдар аңшылықпен айналысқандықтан да біздің Қазақстан жерінде тұрақтар аздап кездеседі. Не только Қазақстан жерінде, жалпы бүкіл әлем бойынша мезолит дәуірінің тұрақтары аз. Неге? Өйткені адамдар көп жерде тұрақтанбаған. Тұрақтың бір қалыптасуы үшін оған көптеген жыл керек. Бұлар бір жерге келіп тоқтайды, ол жерде максимум бір апта, может быть, бір ай болады да, одан кейін ары қаратай кетіп қалады. Жануарлардың арттарынан үнемі миграция ретімен жүрген. То есть жануарлар қайда кетеді? Олар жануарлардың арттарынан кетеді. Өйткені аңшы. Аңшы болғандықтан мезолит кезінде как раз таки ең алғашқы рет жануарларды қолға үйретілу басталған. Негізі мезолит дәуірінде бізде мал шаруашылығы да осы дәуірден басталады. Егіншілік те осы дәуірден жаңағы өзінің бастамасын алған болған. Ең бірінші қолға үйретілген жануар ол ит. Міне мына суретте көрсетіліп тұр ғой. Иттер. Неге иттер? Өйткені бұлар аңшылыққа шыққан кезде өте пайдалы жануарлар. Олар жаңағы жануарларды жаңағы, мысалға мамонттардың арттарынан жүгіріп, оларды қуып бір жаққа апарып тастайды, бір орға қояды, соған қаратай жаңағы оларды итермелейді. Сол себебінен иттер осылай қолға үйретілген екен. Одан кейін мезолит дәуірі кезіндегі қауымдарда ол қауымдар үш топқа бөлінген. Қариялар, ересектер және балалар болып. Әрбір топтың мүшесінің өзінің бір міндеттері болады. Мысал ретінде жаңағы балаларды алатын болсақ, олар терімшілік, ұсақ үй жұмыстарымен айналысатын. Ересектер болса, олар көбінесе жаңағы аңшылыққа баратын. Ал қария адамдар, олар өздерінің білімдерін, өздерінің опытын келесі поколенияға жіберіп отырған, балаларды үйретіп отыратын. Міне осындай үш топқа бөлініп тұр екен. Ағай, сіздің сұрақ жауаптарыңызды жаттау арқылы ент-дан жоғары балл алуға болады ма? Иә, ол сұрақ жауаптардың ішінде ол менікі емес, ол база, ұбт-ның базасы. ұбт-ның базасында сол сұрақтар жауаптар жаттансаңыздар, 90% сұрақ содан келеді. Жылқы емес пе ағай ең бірінші қолға үйретілген? Жоқ, жылқы емес. Жылқы бізде энеолит дәуірінде бірақ үйретілген қолға. Ол примерно тағы да бір 10 мың жылдан кейін бірақ үйретілді. Ит емес, қасқыр. Бұл иттің суретте хаски немесе лайка деген породалар, олар қасқырларға келеді. Жалпы иттер, олар қасқырдың нелері ғой, ең жақын туыстары. Негізі ең алғашқы иттерді қасқырлардан алынған. Қасқырдың бөлтіріктерін алып кететінде, одан кейін оларды тәрбиелеп өсіріп, сөйтіп оларды үй жануары қылған. Хаски ғой дейді. Хаски бұлар. Ит нелерге, қасқырларға өте ұқсайды. Содан кейін мен жаңа айтып өткеттім, мезолит адамдарының бәрі аңшы болғандықтан олардың тұрақтары бізде аз кездесіп жатыр. Бірақ аз болса да бар. Мысал ретінде мына ең ірі тұрақтарына келетін болсақ, ол Боголюбова, Явленка, Виноградовка, Әкімбек, Тельман, Мичурин, Дүзбай, Қызылсу және Атбасар дегендер. Ботайлықтар емес па жылқыны үйреткен? Иә, ботайлықтар, біз қазір келеміз бұл тақырыпқа, жылқылар туралы. Енді осы мезолит дәуірі кезінде мұз дәуірінің аяқталуы басталады. То есть біздің жерімізде қайтадан ауа райы жыли түседі. Жылығандықтан жаңағы мезолитте 13 мың жыл бұрын климаттың жылынуына байланысты мына алып мұздықтардың бәрі ери бастайды. Мұз дәуірі аяқталады. Мұз дәуірі аяқталғаннан кейін үстіндегі жаңағы мына үлкен жүндері бар жануарлар, олар тоже қырылып қалды. Өйткені олар жаңағы эволюция арқылы мына мұздықтарға бейімделсе, енді мұздар еріп кетті, күн жылып кетті, мына жаңағы жануарлардың үстіндегі тондары ешқайда кеткен жоқ. Сол себеппен ол жануарлар да ақындап қырылып кетеді сөйтіп. Мына суретті қарасаңыздар, мынау саблезубый тигр, анау ледниковый период деген мультфильм көрдіңіз бе, сол жердегі
87 мың жыл болған ба сонда? Иә, шамамен 87 мың жыл болған. Мұз дәуірі 100 мың жыл бұрын басталады да 13 мың жыл бұрын аяқталады. Но қараңыздар, мына даталар, жалпы тарихтағы даталардың бәрі, особенно мынау бұрынғы замандікі, иә, олардың бәрі шамамен келтірілген. Біз нақты бір какой-то индикатор жоқ, міне 100 мың жыл бұрын 13 қыркүйек күні мұз дәуірі басталып кетті деген біз білмейміз оны. Но шамамен 100 мың жыл бұрын басталған. 87 мың жыл бойы шамамен созылған бұл мұз дәуірі, шамамен 13 мың жыл бұрын аяқталған болып тұр. Неге қырылған? Өйткені үстіндегі олар анау именно мұздықтардың үстінде, мұздық суық жерлерде өмір сүруге бейімделген. Мысал ретінде, жәнегі тура хаскиларды алайықшы, мысал ретінде. Біз және хаски деген итті өттік, айттық, не ит екенін, қасқырға ұқсайды деп. Хаски деген иттер, олар көбінесе мынау суық жерлерде өмір сүреді. Солтүстікте, Сібірде, сондай жерлерде, бізде оны еще Алматыда асырайды, мысал ретінде. Алматыда ыстық, жазда ыстық, сол себеппен бұл иттер өте қатты қиналады. Өйткені олар жәнегі суыққа бейімделген. Африкада хаскилар жоқ. Хаскиларды Африкаға жіберсеңіздер, олар ажақта өліп қалады ыстықтан. Климат адаптация, вы дұрыс айтасыздар, климат адаптация. Ит неолитте емес пе? Жоқ, ит мезолитте. Енді біз неолитке келейік, неолит дәуіріне келейік. Немесе бұны біз жаңа тас ғасыры деп атаймыз. Бағанағы палеолит бізде ерте тас ғасыры, мезолит бізде орта тас ғасыры, неолит ол жаңа тас ғасыры. Өзінің аты айтып тұр, неолит. Лит опять это тас. Неолиттің хронологиясы біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші және біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықтың аралығын қамтып жатыр. То есть 2000 жылға созылған екен неолит дәуірі. Бұл дәуірде егіншілік толықтай қалыптасады. Бағана мен айтып өткеттім, мезолит дәуір кезінде уже ақырындап егіншілік пайда бола бастаған, оның бастамасы болды уже. Но неолит дәуір кезінде уже егіншілік толық қалыптасып кетті. Адамдардың көбісі именно егіншілікпен айналыса бастады. Көптеген еңбек құралдарының бәрі осы неолит дәуіріндегісі. Олардың көбісі осы шаруашылығына бейімделген болған. То есть адамдар егіншілікпен айналысқандықтан олардың көптеген нелері жәнегі құралдары сол егіншілікке бейімделіп тұр. Мысал ретінде тас, тесе деген сондай тастан жасалған жер жыртатын құрал, жерді жыртатын теселі егіншілік деген осы теседен шыққан. Одан кейін тас орақ кәдімгі, бірақ тастан жасалған. Бізде қазір орақтар әлі күнге дейін бар, әлі күнге дейін адамдар қолданады, бірақ біздің орақтарымыз уже темірден жасалған. Олардікі тастан жасалып отыр. Одан кейін дәніккіш бар. Для того, чтобы ана бидайды ұн қылу үшін оны ұнтақтатады. Сөйтіп ең алғашқы дәніккіштер де ойлап табылынды. Бұл міне неолит заманының кезіндегі жәнегі нелер, жәдігерлер. Ағай күшті жеңіл түсіндіреді екенсіз. Рахмет. Ағай қаңтар облысына дейін нешінші сыныпты бітіреміз? Білмедім нақты. Бүгін бізде қай күн? 17 октябрь, әлі 2 ай бар. Примерно 8-ге дейін жетеміз. Қаңтар облысына дейін. Бірақ сіздер қараңыздар, біз мына қысқа уақыттың ішінде результат дегенге қатты көңіл бөлмеңіздер. Өйткені біз жәнегі өте көп уақыт бойы жұмыс істейміз, сол уақыттың ішінде сіздер толықтай дайындалып шығасыздар. Мына қысқы ОБТ-ға дейін біз біраз тақырып өтіп тастаймыз, но бәрін үлгермейміз оны өтуге. Тастан жасаса қалай сынып қалмаған? Неге олар сыну керек? Олар сынған жоқ, олар совет олай. Сынғандар да әрине болған, бірақ енді сынғандарын істей салатыны, жаңасын жасай салатыны тас көп қой. Енді неолиттің тағы да бір үлкен ерекшелігі ол адамдардың мына балшықты, саз балшықтан ыдыс-аяқ жасауды меңгеруі. Неолит дәуірін еще одан бөлек қыш құмыралар заманы деп те атайды. То есть неолиттің екі атауы бар. Неолит бар, одан кейін жаңа тас ғасыр дейміз, қыш құмыралар заманы деп атаймыз. Неге? Өйткені адамдар ең алғашқы рет осылай жәнегі нелерден саз балшықты күйдіріп құмыралар жасаған. Ол құмыраларды не үшін қолданған? Олар бидай орып алады, постоянно бидайды орып алады, ол бидайды жерге қоя салады, жерге қойғаннан кейін ол шіри бастайды. Олар көреді, мынау оказывается болмайды екен жерге қоюға. Сол себеппен біз басқа бірдеңке ойлап табу керекпіз дейді. Тастан жасалған ыдыстар келмейді, өйткені олар ауыр жүреді. Тастан ыдыс жасау өте қиын. Сол себеппен адамдар мына саз балшықты күйдіріп, содан қыш құмыралар жасай бастаған. Мына суретте көрсетілгендей, мынау бізде қыш құмыралар. Осы қыш құмыралардың ішінде көп жағдайда осы
бидай сияқты, ұн сияқты мына азық түліктерін сақтап отырған екен. И уже бидайдың және сақталуы мерзімі ұзарады. Бұл дәуірде, мына қыш құмыралар заманы кезінде немесе неолит дәуір кезінде өндіргіш шаруашылық қалыптасты. Бұл міне тоже үлкен жаңалықтардың бірі. Өндіргіш шаруашылық дегеніміз не? Жалпы біз білеміз, әлемде қазір мысал ретінде адамдарды алатын болсақ, қазіргі адамдарды біз толықтай бәрін өзіміз өндіреміз. Мысал ретінде нан керек болса, нанды неден жасаймыз? Ұннан жасаймыз, ұнды біз бидай жинаған кезде соның бидайынан біз ұнтақтап одан ұн аламыз, содан кейін тамақ жасаймыз. Бұны өндіргіш шаруашылық деп атаймыз. Мал мысалы, мал өсіреді, оны және сояды, сойғаннан кейін етін жейміз. Бұл өндіргіш шаруашылық. Ежелгі адамдарда өндіргіш шаруашылық болған жоқ. Олар табиғат не береді, соны жейтін. Мысал ретінде ежелгі адамдарды алатын болсақ, оларда мына не болды? Терімшілік болды, Терімшілік дегеніміз уже талдың үстінде дайын жеміс жидектер тұрады. Талдың үстінде дайын алма тұрады, груша тұрады, виноград тұрады, соны алады да жейді де жүре береді. Одан кейін дайын ет жүгіріп жүреді. Анау жақта, мынау жақта просто аңшылыққа шығып, ұстап алу керексің де, жей салу керексің. Бұл міне өндіргіш шаруашылық емес. Терімшіліктен ақырындап егіншілік қалыптасады. Аңшылықтан мал шаруашылығы қалыптасады. Адамдар мына өзінің қорегін өздері өндіре бастаған кезде өндіргіш шаруашылық қалыптасады. Бұл өте үлкен жаңалықтардың бірі. Неге? Өйткені адамдар табиғаттың былай айтқанда табиғаттан, тәуелділіктен құтылады. То есть уже қарап отырмайды. Мына талдың үстінде чотты биыл алма өспей жатыр демейді уже. Олар уже өздерінің алмасын өсіріп жатыр. Мына жақта чотты жануарлар азайып қалды. Ет аз жүгіріп жүр алдымызда дейді. Олар өздерінің еттерін өздері өсіре бастайды, мал арқылы, Бұл міне өндіргіш шаруашылық. Осының бәрі неолитте демографиялық жарылысқа алып келген. Қараңыздар, палеолит, мезолит деген дәуірлерде кезінде негізі адамдардың саны қатты көп болған жоқ. Өйткені өмір сүру ғұрыптары өте ауыр, постоянно аңшылықта жүреді, постоянно терімшілікте жүреді. Қорек бәріне жеткіліксіз. Ал адамдар уже толықтай табиғаттың тәуелсіздігінен құтылғаннан кейін, егін еге бастағаннан кейін, аңшылыққа шыға бастағаннан кейін адамдардың саны да күрт өсе бастаған. Неғұрлым адамның саны көбейген сайын, ол солғұрлым прогресс дамытады. Өйткені бәрі бір-бірімен бәрі жаңа идеяларым келеді. Давайте біз тас орақты былай жасайық дейді. Сөйтіп адамдар дамып кеткен екен. Ыдыстарда геометриялық өрнектермен безендірген дейді. Ыдыстарын неше түрлі геометриялық өрнектермен безендірген. Қай өнегерде оқисыз дейді. Сізге өте үлкен рахмет. Мен бағана айтып кеткенмен, мен 10 жыл сабаққа дайындап жүрмін, уже значит мен баяғыда университетті бітіргенмін деген сөз. Но студентке ұқсасам рахмет. Емделуші шаруашылықтан өндірушіге өттік басынады. Тура солай. Мына дайын заттарды аламыз, жейміз, бірақ оны ақырындап дамытқаннан кейін біз уже ақырындап өзімізді өндіруіне көше бастаймыз. Жалғастырайық. Тағы да не болды? Неолит дәуірінің ескерткіштеріне келетін болсақ, негізі неолит дәуірінен жалпы 800-ға жуық ескерткіш табылған, бірақ ішіндегі бізге ең керектілері міне мынау: сексеуіл, қара үңгір, зеленая балка пеньки, усть-нарым және қарағанды. Осы ескерткіштер бізде тесттерде көптеп кездеседі. Әрбіріне қоныстарының бәрі, мына тұрақтар, қоныстар бар, олардың көбісі мына өзен, бұлақ немесе су қоймалар бар жерлерде орналасқан, өйткені олар егіншілікпен айналысып отыр. Егіншілік бізде суды қажет етеді. Сол себеппен олар көбінесе осындай өзендердің бойында тұрады екен. Тағы да бір мына жерде айтып кететін бір жайт бар. Көбісі неолит дәуірі немесе мезолит дәуірі, энеолит дәуірі деген кезеңдерді біз какой-то баяғы замандағы бір отсталый адамдарды елестетеміз. Үстеріне жүн киіп алған, қолдарында найзалары бар, деп аңшылыққа шығып жүреді. Бірақ шын мәнінде бұл уақытта уже адамдар кәдімгідей дамып кеткен екен. Мысал ретінде адамзаттың ең алғашқы мәдениетін алатын болсақ, ол шумер мәдениеті, немесе Месопотамия, қос өзен мәдениеті. Бұл уже неолит дәуірінде қалыптаса бастаған. Ең алғашқы пирамидалар, мысал ретінде, энеолит дәуірінде салына бастаған. Ең алғашқы пирамида, дүние тарихынан оқысаңыздар,
білеміз, иә, жаңағы 2600 жылы Джосер деген фараонның құрметіне салынған болған. А 2600 жылы БЗБ әлі күнге дейін энеолит дәуірі болып отыр. Сол себеппен жаңағы бұл уақытта уже кәдімгідей мәдениеттер қалыптасып жатыр. Ағай, тұрақтар деген ескерткіштер ме? Тұрақ дегеніміз, ескерткіш дегеніміз сота бәрі, тұрақ, қоныс, оба, оның бәрін ескерткіш деп атаймыз, потому что сол дәуірден бізге ескерткіш ретінде қалып қалған. Ал тұрақ деген сол тұратын жерлері, қоныстар тоже самое жердегі тұратын жерлері, оба дегеніміз сол жерленген жерлері, сөйтіп бөліне береді. Енді біз бүгінгі соңғы дәуіріне келейік. Соңғы дәуіріміз ол энеолит, немесе оны біз мыс тас дәуірі деп атаймыз. Мыс тас дәуірінің хронологиясы біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мың жыл мен біздің заманымыздан бұрынғы 1800 жыл. Немесе кейбір деректерде 2800 деп келеді. Тесттарда мына екі цифрада келуі мүмкін. Бірақ бір неде емес, бір тестте емес. Егер бір тестте келетін болса, онда бұны операцияға бересіздер. Но жалпы кейбір тесттарда 1800 деп келіп атады, кейбір тесттарда 2800 деп келіп атады. Бұл кезеңнің хронологиясы алқымын жаңа айтып өткеттік, 3000 мен 1800, немесе 3000 мен 2800. Энеолит дәуірінің ең үлкен ерекшелігі ол адамдардың ең алғашқы рет металды қорытуы. Ең алғашқы қорытылған металл ол мыс болып тұр. Бірақ мысты біз білеміз қандай металл екенін, ол өте жұмсақ. Мысал ретінде сіздер мыстан бір какой-нибудь еңбек құралын жасайтын болсаңыздар, к примеру, күрек жасайсыздар, онымен жерді қазам десеңіздер, ол майыс қалады. И ол, в общем, қолайсыз болып тұр. Сол себеппен бұл дәуірдің атауы да мыс тас ғасыры деп тұр. То есть тас толықтай ығыстырылған жоқ бұл уақытта. Екеуі қатарымен қолданып отыр адамдармен. Мысты да қолданып отыр адамдар, тасты да қолданып отыр. Сол себеппен дәуірді мыс тас дәуірі деп атайды екенбіз. Енді неолиттің ерекшеліктері не болды? Қандай ерекшеліктер болды? Неолит дәуірі кезінде аталық ру қалыптаса бастайды, немесе оны біз патриархат деп атаймыз. Жалпы негізі тас дәуірі кезінен бастап 2 миллион жыл бойы бүкіл руларда, тобырларда, тайпаларда көсемдері әйелдер болған. Немесе оларды біз матриархтар деп атаймыз. Матриархат болған. Оны қайдан білеміз? Ежелгі адамдардың қалдырып кеткен жәнегі нелері бар. Сүйектен жасалған, бір тастан жасалған мүсіндері бар. Ол мүсіндерде көбінесе әйелдердің бейнесі болған. Өйткені әйелді біз білеміз, әйел деген баяғы замандан бастап ол өте үлкен құрметте болған, өйткені жаңа өмірдің көзі болып тұр, әйелдер. Сол себеппен оларға әйелдер үстемдігі болған. Әйелдер шешетін, қай жаққа біз барамыз, қай жағында аңшылыққа шығамыз, қай жаққа кетеміз деген сияқты, бұның бәрі әйелдердің қолдарында болған. Бірақ энеолит дәуірі кезінде адам саны көбейді уже, бұл жерде ақырындап аталық ру қалыптаса бастайды. Аталық ру дегеніміз ол мына патриархат, то есть ер адамдардың үстемдігіне ақырындап көше бастаған екен. Бұл міне энеолит дәуірінің үлкен бір ерекшеліктерінің бірі. Одан кейін энеолит дәуірі бойынша Қазақстан жерінде екі мәдениет бар, немесе екі қоныс тұрақ бар. Ол Ботай мәдениеті және Шебір мәдениеті. Қазір екеуіне де тоқтаймыз. Бірінші Ботайдан бастайық. Ботай мәдениетінің аумағы ол солтүстік Қазақстан жерін қамтыған. Өте үлкен жерді қамтып жатыр солтүстік Қазақстанда. И бұл жерден Ботай мәдениеті кезінен 158 тұрғын үй табылды. То есть қазып шықтық біз. И 70 мыңға жуық жылқы сүйектерін тапқан екен. Осы кезде бағана айтып кеткен жылқыны қолға үйрету осы Ботай мәдениетінде қалыптасқан. Жалпы әлемнің ғалымдарының есептеуінше ең алғашқы жылқылар осы Қазақстан жерінде қолға үйретілген дейді. Бірақ тағы да екінші пікір бар, жылқылар Месопотамия жерінде қолға үйретілген деген. Бірақ біз Ботай жылқысын қазіргі жылқымен сәйкестіруге болмайды. Өйткені Ботай жылқысы ол басқа жылқы. Міне мына суретте көрсетілген Ботай жылқылары примерно осындай. Ботай жылқылар негізі олар қырылып кеткен баяғы заманнан бар. Бірақ олардың туысқандары бар. Оны Пржевальский жылқысы деп атайды. Тоже биологиядан өткенсіздер, лошадь Пржевальского, Пржевальский жылқысы. Мынау суретте міне Пржевальский жылқысы понийға ұқсайды. Сөйтіп осы жаңағы Пржевальский жылқылары кезінде ботайлықтар қолға үйреткен екен. Олар кішкене аласа болып келеді, такой кішкене крупный болып келеді, но үй жұмысына, үйдегі шаруашылыққа өте пайдалы жылқылар болып тұр. Ботай мәдениеті дегеніміз міне осы үйлері міне примерно осындай болған. Одан кейін біздің соңғы мәдениетіміз ол Шебір мәдениеті.
айтып кеттік энели дәуірі кезінде бізге Қазақстан жерінде көзге түсетін екі мәдениет бар деп, Ботай и Шебір. Ботай бізде солтүстік Қазақстан жерінде, ал Шебір мәдениеті ол Маңғыстау және Каспий маңын қамтыған. То есть Каспий теңізінің маңайында осы Шебір мәдениеті қалыптасқан. И осының үлкен ерекшелігі міне как раз таки олар көлдің, теңіздің жағасында тұрғандықтан олар андай ұлы қабықтарынан неше түрлі әшекей бұйымдар жасайтын, суретте көрсетілгендей неше түрлі әшекей бұйымдар жасаған, оны жаңағы адамдар өлген кезде үстілеріне соны іліп қойып сонымен бірге жерлейтін. Сол себеппен қазір мына адамдарды қазып жатқан кезде, ежелгі адамдардың және денелерін алып шыққан кезде, ежелгі оны осы энелит дәуірінің кезінде қорымдарында оларда адамдар кәдімгідей осындай жаңағы моншақ нелермен жерленген екен, ұлы қабықтармен. Плюс еще осы мәдениетте балық аулау кәсібі жоғары дәрежеде болған, өйткені олар бәрі көлдің маңайында орналасып тұр. Так, әйелдер ғана қалған ба балалармен дейді. Жертөле болды ма ботайлықтарда? Жертөле дегеніміз ол көбінесе мына біз андрон мәдениетін айтамыз. Андрон мәдениеті кезінде адамдар андрон мәдениеті кезінде, адамдар жертөле үйлер салатын, то есть жерді қазатын, шұңқыр сияқты. Одан кейін соның ішінде жер астында, еден астында всякие нелерді сақтайтын. Ет, сүт өнімдерін, өйткені ол уақытта енді тоңазытқыштар жоқ қой қазіргі біздегі сияқты. Еттердің бәрі бұзылып кетеді. Сол себеппен олар жердің астына бүйтіп қазып созатын. Ағай, самарлық пен көне шұңқырлар мәдениеті дейді. Самарлықтар мен көне шұңқырлар мәдениеті дегенде бізде негізі жалпы мәдениеттер өте көп. Бірақ ол мәдениеттер, мына екі мәдениет бізде тесттарда жоқ. Өкінішке орай. Или наоборот сіздерге жақсы ол жоқ. Неғұрлым аз болса сіздерге жақсы емес па? Олар жоқ, сол себеппен оларды біз мына жерге қосқан жоқпыз. ұбт-да жоқ, имеется в виду. Жылқылар ешекке ұқсайды екен дейді. Жылқылар больше понийға ұқсайды. Жүгірсен түсіп қалған деп тұр ғой. Үйлерін балшықтан, одан кейін балшықтың ішіне қамыс бар ғой, соны қосып, ағаштардан жасаған, тастан жасаған, түр-түрі бар үйлерін жасағандар. Жылқының отходынан дело дейді. Жылқының отходын көбінесе неге қолданатын? Отын ретінде қолданатын. Бірақ ондай да бар, кстати. Мына ол негізі ежелгі адамдарда емес, ол қазіргіде де бар. Мысалға, Африканы алатын болсақ, Африкада неше түрлі тайпалар бар, которые әлі күнге дейін көшіп қонып жүрген тайпалар бар. Олар сиырдың экскременттерінен үйлерін жасайды екен. То есть ағашпен қаңқасын жасап қояды да, соның сыртын сиырдың экскременттерін, в общем, қаптайды екен сөйтіп. Сондай үйлерде тұрады. Какашечки дейді. Я какашечки. Так, міне, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ қызықты болды ма, түсінікті болды ма, сұрақтарыңыз бар ма? Бәрін қойып алсаңыздар болады. Әлі примерно 3-4 минут уақытымыз бар. Одан кейін менде келесі сабақ болады уже. Мына Инстаграмға жазылып қойыңыздар. Алиш Тарих деген мына жерде жоқ па? Мына Инстаграмға жазылып қойыңыздар. Осы Инстаграмда не болады? Инстаграмда қызықты арасында мен салып тұрам суреттер, какой-то факттар, тарих бойынша. Сол себеппен маған жазылып қойсаңыздар болады. Ағай, күшті болды, өтті дейді. Рахмет сіздерге. Сіздер енді бүгін бірінші сабақтасыздар ғой. Пиар дейді. Я, пиар. Жазылып қойыңыздар Инстаграмға. Так. Қараңыздар, бізде әлі уақыт бар. 2-3 минутымыз бар, так что сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар. Түсінбедім, қайта қараймын дейді. Так, қай жерін түсінген жоқсыз именно? Если бір жерін түсінбей жатсаңыз, онда қайтадан қарап алыңыздар әрине. Сабақ керемет өтті, рахмет ағай. Рахмет. Қызық, бірақ конспект жазбай үлгермедім. Конспект деген нәрсе енді ол сабақ құралдарының бірі. Шымтезек дейді. Я шымтезек деп атайды, дұрыс айтасыз.
Так, Алишер ағай one love дейді. Міне, былай ма еді? Взаимно маға дейді. Маған жекеме жазсаңыздар, мен сіздерге взаимно подписка жасаймын. Тек қана жазғандарға. Эфир сақталамайды. Эфир, иә, сақталады. 12-ші мыңжылдық емес пе? Бұл қайсын айтып тұрсыз? Именно палеолит болса, жоқ. Палеолит болса, иә, 2-6 мен 12-ші мыңжылдық. А егер жалпы тас дәуірін алатын болсақ, онда 2-6 мен 2-ші мыңжылдықтың аралығы. Сонда көне шұңқырлықтар туралы мәліметтер жаттамай қойып па? Оқыңыздар, оқысаңыздар, енді білімнің артығы жоқ. Оқыса алсаңыздар болады. Бірақ олар тесттарда келмеген әлі ешқашан. Ежелгі заманнан примерно қанша сұрақ келеді? Ежелгі заманнан примерно 1 немесе 2 сұрақ келеді. Но біз білмейміз қай сұрақ келеді екен, сол себеппен жаттау керек бәрін. Так, иә, шыға беріңіздер, құрметті оқушылар, келесі сабаққа дейін. Келесі сабақта біз тоже күшті бір тақырып өтеміз, ол ежелгі адамдар деген. Ағай, жаңағы сұрақ жауаптыларыңызды кураторға жіберем. Кураторлардан сұрап алыңыздар. Ағай сізге жіберді деп. Соны жаттаңыздар міндетті түрде. Все, жақсы, онда, құрметті оқушылар, сау болыңыздар. Менде қазір келесі сабақ басталайын деп отыр. Слайд, сұрақ жауап, тест деген нәрселердің бәрін кураторға жіберем. Кураторлардан аласыздар. Все, жақсы, сау болыңыздар.